Қайырлы күн достар, сіздермен мен Айгерім. Сіздерге қыстың күнге оңай жабылатын салаттың жабылу жолын толық рецептімен YouTube каналыма шығардым. Сол жерге өтіп көрсеңіздер болады. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдыменен ең астыңғы бөлімінде қызыл батырма подписаться батырмасын басып, қоңырау шал белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда ең алдымен видеоларым шықса, сіздердің парақшаларыңызға көрініп тұратын болады. Ал ендеше ең алдыменен біздер помидорымыз жұмсақ помидор, сулы помидорларымызды жуып тазалап алатын боламыз. Кез келген помидорды таңдай берсеңіздер болады. Жуып тазалап болғаннан кейін осылай керек емес жерлерін алып тастап бөліктерге бөліп алатын боламыз. Ірі-ірі қылып турай берсеңіздер болады. Екі бөліп, төрт бөліп тастай беріңіздер. Ірі помидорлар мен майда помидорларды осылай жақсылап турап алатын боламыз. Толық рецепті описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Сол жерге өтіп көрсеңіздер болады. Помидорларды барлығын осылай турап шығатын боламыз. Керек емес жерлерін жақсылап алып, мұқият қарап алыңыздар. Барлығын турап болғаннан кейін ыдысымызға салып қайнатып алатын боламыз. Қайнатып бастаған кезінде майдалап туралған чесногымызды сала аламыз. Ең алдымен чесноктардың барлығын салдым. Мен бұл жерде 3 бас чеснок. Чесногымыз көптеу болса дәмдірек болады. Және де болгар бұрышында осылай ірілеу етіп турап алдым. Екі бөлікке бөліп саламын. Менде ыдысым кішкентай болғандықтан екі бөліп қайнатамын помидорларды. Жарты бөлігін келесі қайнатқан помидорға алып қоямыз. Одан кейін дәміне қарай тұз саламыз. Барлық дүкендерде табыла беретін осылай универсал приправасын салатын боламыз. Бұл приправаны да екіге бөліп саламын. Осылай приправаны араластырып жіберіп, ащы бұрышты 3-4 бас ащы бұрышты турап салып жіберетін боламыз. Бір 10 минут көлемінде жай отқа қойып қайнатып алсаңыздар жеткілікті болады. Банкілерімізді осылай парт етіп аламыз. Қайнап жатқандықтан мен 10 минут көлемінде ғана қайнаттым. Одан кейін лавр жапырағын салып, бұдан кейін барып банкіге құйып ала берсеңіздер болады. Банкаға барлығын жайғастырып құйып аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Осылай
банка жапқышпенен айналдырып жауып алатын боламыз. Жақсылап бұрап жауып аламыз. Мен банканы 2 қайтара жауамын, сонда өзіме сенімдірек боламын. 2 қайтара банканы жауып, банкілеріміздің барлығын осылай жауып шығатын боламыз. Мінекей салаттарымыздың барлығы жабылды. Міндетті түрде жауып көріңіздер дәл осылай. Қыстың күні өте дәмді, керемет болып шығатын болады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.